Оқырман, сөйтіп айда қызға кішкентай букеттер ұнамайтын болып шығыпты. Жоқ, ол ұнамаған емес, сол нәрсе мен алтыда ұмытып кетіп келсе эфирді. Негізі просто былай ғой, мен көп өзім негізі гүл алғанды ұната бермеймін. Бірақ маған сыйлаған гүлдердің бәрі всегда дәу болатын да. Просто мен өмірімде сол бірінші рет андай кішкентай алып тұрмын ғой деп айтқанмын ғой мен. Өйтіп андай кішкентай ма деп ондай негізі мағынада айтпаған. Бірақ енді кім қалай қабылдайды, бәрібір ма? Бүгін очкиіңіз киіп алып өзіңше болып отырсыз. Өзінше бүгін бәрімен ұрысып мына жерде. Сондай бір образ ұстап отырған. Неге? Сол кешек айтқандар ұнамай қалды. Ұнамай қалды. Айтқандар. Сосын бүгін бәрін қамшындып тұр. Мәссаған. Олар сізге ұнамағанмен шындықты айтқан шығар мүмкін. Мен де айтылам ғой шындықты. Просто мен ішімде ұстап қалам да. Айтпай жүрмедіңіз. Артындағы нәрселерін айтпай қояйын. Мәссаған. Ұстап қалам да мен. Қиын қайдаланады. Инаның көңіл күйі бүгін қалай екен? Жақсы. Студияға келген сыйлықтарды алмай жүрсіз. Иә, сон белгісіз жаннан дегенге кішкене ойланып жүріп, кім жіберді екен деп. Еще андай, может мен дайрект ашпай жатырмын ба, ешкім жазғатқан жоқ, мен жібердім деп. Обычно андай білдіртіп қоюшы еді ғой. Белгісіз болып тұр кішкене. Неге алмай жүрсің дегенде, Иә. Зарина, сіз ұнатқан жігітті, анаңыз ұнатпай қалса не істейсіз? Анаммен сөйлесіп көремін, мысалы, қандай жағы ұнамайды деген сияқты. Айтып көремін, мүмкін ол кісі ол адам полный танымағандықтан, солай айтып қалуы мүмкін да енді. Екеуін сөйлестіріп көремін деген сияқты ғой. Қарсы болып жатса, анаңыздың шешімімен келісесіз бе, әлде өзіңіздің ба? Негізі өзім тыңдайтын адаммын ғой, бірақ енді мамамның да көңілін қалдырғым келмейді. Сол үшін асықпай сөйлескім келеді. Олар негізі. Енді ол кісілер біздің бақытты болғанымызды қалайды ғой. Сондықтан дұрысынан айтып түсіндіремін. Бірақ никогда болмапты. Бір жігітпен таныстырып көріп, ол ұнамай қалып деген сияқты бұрындары болмапты. Ал өзіңіз танысқан енді, біраз жігіт танысқа сізге ұсыныс тастады ғой. Солардың ішінен, осы жігітпен сөйлеспей. Енді білесіздер ғой, эфир барысында саталеттер. Кейін олар татуласты, өздері көреді. Қазір жоқ па? Қазір таныссаңыз қарсы емессіз ба дегенім ол, қайта таныссаңыз. Последний раз қарсылықпен тоқтады ғой. Онысыне алдына тойдан кейінгі әңгімелерден кейін вообще. Демек қазір басқа жанға жақсырақ қарап жүр. Солай екен. Көре салдым. Ақеркеден соңғы жаңалықтар, құрметті оқырмандар. Ана қашып барады. Мен мына история салдым, соңында мен қорықпадым, Расул мен Аида екеуі магазинге. Одан кейін қасыма келсе, Расул бетіне мынандай поцелуй. Мен бар ғой вообще, мен қасыма жақындамаңдаршы деймін осы адамдар. Кешегі күннен кейін мүмкін. Қалай бір-бірінің бетін сүйеді осы адамдар, мен түсінбеймін. Мен де түсінбеймін. Жоқ, кімнің поцелуй екен деп сұрасам, айтпайды. Жасмин дей салсам, мысалы. Жасмин вообще екеуі кептеліскен де жоқ. Кептеліскен жоқ. Екеуі бөлек жүр ма? Бөлек жүр екен. Мәссаған. Онда бүгін жағдай қиын болады. Келатқаннан кейін бір-біріне. Екі жанға енді бір кішкене дұрыс емес болып қалды, Мысалы, Жасминнің ерні болса қызылдау болатын еді, өйткені қып-қызыл екен Жасминнің помадасы. Оны білеміз алдағы уақытта.